Сәлем достар, сіздермен бірге қызықты әрі қорқынышты оқиғалар топтамасы. Бұл оқиға шынайы өмірден алынған. Жаз айы болатын. Ай өте ашық. Сашаның ата-анасы қонаққа кеткен болатын. Саша үйінде жалғыз. Ол балконда жұлдыздарға қарағанды қатты ұнататын және дүрбісімен жұлдыздарға қарап әуес қылып отырады. Кенет алдыңғы пәтерден бір үйдің терезесі светі жанып өшеді. Қызық, бірақ ол пәтерде ешкім тұрмаған және ешқашан светі жанбаған. Ол дүрбісін жақындатып қатты қызығып қарайды. Қараса, бір қыз теріс қарап шашын тарап отыр екен. Онда ешкім тұрмайтын еді ғой деп ойланған Саша жақындатып тағы да көреді. Қараса, ана қыз жалмауыз екен. Сондай ұзын тістермен Сашаға қарап тұрады. Және Саша қатты қорқып кетеді. Оған қарап тұрады. Ол кенеттен кетіп қалады. Саша қатты шошып, менің көргенімді ол көріп қойды ма екен, енді маған қарай келе ме екен деп қорқады. Қараса, лестницаның светтері жанып өшеді. Сөйтсе, жалмауыз лестницаға шыққан екен. Сашаның ойлағанындай, жалмауыз Сашаға барады жатыр. Кенет Саша төменге қарайды. Төменге қараса, сыртқы светте жанып өшіп жатыр екен. Және жалмауыз да сыртқа шығады. Жалмауыз Сашаның пәтеріне қарай келеді. Саша қорыққаннан дереу есікке қарай жүгіреді. Есіктің терезесінен сыртқа қарайды. Сыртқа қараса ешкім жоқ, бірақ свет жанып өшеді сыртқа. Есік кенет тақылдай бастайды, қатты тақылдайды. Саша қорыққаннан келесі бөлмеге қарай кетіп қалады. Келесі бөлмеде шкафқа тығылуды ол дұрыс деп санайды. Бірақ шкафтың ішінде өте ескі заттар көп еді және ескі айна бар еді. Ол айнаны теріс қаратып қойып, есікті сәл ашып қояды. Жалмауызды көріп отыру үшін. Міне, жалмауыз да кірді. Сондай арық, сүйектері сыртқа шығып тұр. Көздері қорқынышты. Жалмауыз Сашаны іздейді. Кенет жалмауыз алдынан шыға келеді. Есікті қатты бірден қорқытып ашқан мезетте жалмауыз айнадан өзін көреді. Ол өз-өзін көріп қатты қорқып, қайта-қайта түртіп, бұл кім дейді. Қатты өз-өзіне шошынып, жүгіріп терезеден секіріп кетеді. Саша жүгіріп барып көреді. Қараса, жалмауыз жерге түсіп кеткен. Бірақ қызық, бірде-бір қан жоқ. Ол жалмауызға ұзақ қарайды. Кенет жалмауыз жоқ болып кетеді. Бірақ Сашаға ешкім сенбейді.